Сәлем достар, сіздермен бірге Дария. Бүгін ең дәмді торттардың бірі фисташковый торт жасап көрмекшімін. Сіздер де менімен бірге дайындап көріңіздер. Міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Ең алдымен формамызды 20 диаметрін 20 қылдым. Астына қағазымызды төсейміз фабрикасын. Кейін жан-жағын осылай жасаймыз. Бұл міндетті түрде. Біздің осылай формамыз дайын. Енді фисташка пастамызға сүт және сұйық май құйып араластырамыз. Жай жылдамдықтан бастап қантымызды 3-ке болмаса 4-ке бөліп аз-аздан салып миксерлейміз. Енді ұн, крахмал және де қопсытқыш салып барлығын осылай ситадан өткіземіз. Кейін төменнен, яғни астынан жоғары қарата түйетпектердің барлығы кеткенге дейін осылай ақырындап араластырып аламыз. Міне біздерде осындай тесті дайын болды. Пешімізді алдын ала 170 градусқа қыздырып қоямыз да. Мана дайындап қойған формамызға бисквитіміздің қамырын құямыз. Алдын ала қызып тұрған пеште дәл 60 минут пісіріп аламыз. Пешіміздің есігін ашпаймыз. Біздің бисквитіміз дайын. Піскен-піспегендігін осылай шпажканың көмегімен қараймыз. Енді дәл осы ыстық күйінде пищевой пленкаға орап 8 сағатқа болмаса жаңағы 1 түнге тоңазытқышқа қалдырамыз. Біздер өте жағға қойдық. Енді астына су құямыз. Сосын малинамызды саламыз. Кейін песок саламыз. Üstüne кукурузный крахмал саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл бізде қоюланады, соған дейін осылай араластырып тұрамыз. Жай отта осылай үзбей араластырып отырамыз. Кейін аздап қоюлана бастағанда отымызды өшіреміз. Кез келген жидек салсаңыздар болады. Тек қана малина емес, басқа да жидектер салып жасай беруге болады. Менде мынау свежий малина.
Менде міне осылай қоюланады. Енді бұны суытып қоямыз. Торттың ортасына жағатын боламыз. Осылай менде қоюланды. Қыздар, менде кешегі бисквитім фисташковый бір түн. Так, бисквитімді шамамен 2 сантиметрден 4-ке бөлдім. Үстіңгі коржын алып қалдым, жаңа сыртын тортын әсемдеу үшін. Қараймыз қазір. Енді тортымыздың кремін дайындаймыз. Творожный сыр, сливки және қант ұнтағын салып, барлығын бір келкі болғанға дейін миксерлейміз. Енді тортымызды жинақтаймыз. Ол үшін подложкаға аздап крем жағып, коржымызды қоямыз. Кейін пропитка жасаймыз. Пропитканы дайындау жолын төменде описанияға жазып қойдым. Барлығын осылай кезектестіріп жаға отырып тортымызды жинақтаймыз. Егер сіздерге осы видео ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қалған креммен тортымыздың сыртын түгелдей тегістеп, холодильникке тортты 8 сағатқа қалдырамыз. Торт менде холодильникте 8 сағат тұрды. Енді сыртын осылай әсемдеймін. Міне менің фисташковый тортым дайын. Сіздер де менімен бірге дайындап көріңіздер.